мағынаны талдау, мәтінмен жұмыс. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қазақ әдебиеті пәнін оқытуда қолданылатын негізгі әдістер мен тәсілдер, баяндау әдісі және оның мақсаты мен міндеттері, түсіндіру, ойландыру және әңгімелесу әдістерінің ерекшеліктері, сабақты ұйымдастыруда қолданылатын мұғалімнің шығармашылық ізденісі, әдістері, қолдану шеберлігі, сабақта техникалық және ақпараттық құралдарды пайдалану. Біз қазір дәрісті бастардың алдында тағы да болжам және жаңа ақпарат кестесі бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни қазақ әдебиетін оқытудың қандай әдіс тәсілдерін білемін бағанына қазір сабақ басталардың алдында жазасыздар, ал жаңа ақпаратты осы бүкіл дәрісті тыңдау барысында жазып теріп отырасыздар. Әдебиетті оқыту ғылым саласымен тығыз байланысқан. Себебі ғылымның қай саласын алсаңыз да, теориялық және қолданбалы практикалық мәндес болады деп білсек, әдебиетті оқыту арқылы оқушы көркем шығарманы оқытуды қалыптастыру, әрі теориялық, әрі қолданбалы жүйесін бірлікте қарастырумен қатар, оның өнер екендігін де ескерген жөн. Өйткені игерілуге тиісті ұғым, сөздің мәні, айтылмақ ой, түсінік, оқушыға әсер етерліктей болса, ол тиісті деңгейде көңіл толқытып, тереңірек ойланады. Сондай-ақ әсер санаға ерекше ықпал етеді. Әсердің нәтижесі бір жағынан тұлғаны әрекетке итермелесе, екінші жағынан пәнге деген қызығушылықты арттырып, көркем шығарманы оқуға талпындырады. Көркем шығарманы оқыту, оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру деген болатын. Әдебиетші, зерттеуші ғалым, белгілі жазушы, ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев. Оқушы әдебиет сабағында көркем шығарманы қабылдау керек. Бұл оңай үдеріс емес. Қабылдау дегеніңіз, ол бере салғанда ала қоятын зат емес. Ол оқушының өзінің жан қалауымен, жүрек сезімімен, рухани әрекетімен жүзеге асатын дүние. Қандай жақсы көркем шығарма болмасын, оқушы қабылдау үшін әрекет жасамаса, автордың жай күйзелісін, шалқар шабытын бойынан өткізіп, көркем суретті көз алдына елестетіп келтіре алмаса, бәрі бос сөз. Оқушыдағы осы сезімді ояту мұғалімнің қолында. Яғни оқушыға әдеби білім беру, әдеби эстетикалық адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін мұғалім әдебиетті оқыту барысында әдіс тәсілдерді орнымен қолдану қажет. Әдебиет сабағындағы ең басты жұмыстардың біріне оқушылардың көркем шығарманы қабылдауы, яғни әсер алуы, көркем туындыны бүкіл бітім болмысымен түсіне білулер жатады. Яғни мұғалім осы мақсатпен іздену керек. Осы мақсатта оны жүзеге асырудың ең тиімді деген әдіс тәсілдерін сұрыптай отырып пайдалану керек. Оқушының көркем шығарманы қабылдау белсенділігі, әсерлі сезімін дамытудың жолдарын қарастыру керек. Әдебиет, өнер, әдебиет ұлттық қазына, асыл мұра. Әдебиет ұлттық танымның қайнар көзі, сондықтан көркем шығарманың алынған үзінділерді оқулыққа ендіруде төмендегідей қағидалар басшылыққа алынған. Шығарманың жанрлық, композициялық тұтастығы, мәтіндердің сәйкестігі мен сабақтастығы, әдебиетті сөз өнері ретінде және оның ұлттық қазына екендігінде. Баяндау әдісі ұтымды әдіс ретінде көркем әдебиетте және әдістеме ғылымында қолданылады. Көркем әдебиеттегі баяндау жазушының шеберлігіне, тілінің табиғилығы мен ойнақылығына байланысты ұтымды көркемдік әдіс болып қалыптасқан. Әсіресе ұлттық қазақ прозасындағы бұл әдіс шығармаға дәстүрлі әңгімешілдік сипат тартатын пішім ретінде бағаланып жүр. Әдістеме ғылымында баяндау оқу тәсілі. Баяндау барлық сыныптарда әртүрлі пәндер, әсіресе көбінесе гуманитарлық. Баяндау әдісін қолдануда оқушыларға оқу материалын неғұрлым толық, ғылыми нанымды әңгімелеу көзделеді. Жаңа сабақты өткен сабақпен байланыстыру, пікірлесу, әңгімелесу, көрнекілік тәсілдерін пайдалануға болады. Ұтымды қолданылған баяндау әдісі оқушылардың сабаққа ынта ықыласын, белсенділігін арттырады. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне, қабылдау, ойлау қабілеттеріне қарай байқылау әдісінің де алдын ала логикалық жоспары жасалады. Баяндау әдісімен сабақ өткізу кезінде мұғалімнің әңгімелеу шеберлігі, сөзінің әсерлілігі зор маңызға ие болады.
Сухомлинский сөз ең маңызды педагогикалық құрал. Оны еш нәрсемен ауыстыра алмайсың деп, оның маңызына ерекше назар аударады. Ал Алтынсарин болса, мұғалім балалармен істес болады. Егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерін кінәламай, оларға дұрыс түсіндіре алмаған үшін өзін өзі кінәлау керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер мен керексіз терминдерді қолданбастан, әрбір затты ықыласпен, қарапайым тілмен түсіндіру керек. Түсіндіру пайымдау, қорыту, дәлелдеуден тұрады. Мысалы, заттардың белгілерін ашып көрсету, фактілер мен құбылыстарды талқылау. Сондай-ақ, тағы бір жақсы тиімді әдіс бұл әңгімелеу. Әңгімелесу бұл оқытудың әртүрлі міндеттерін орындауға бағытталады. Жаңа білімді хабарлау, оны бекіту мақсатында қолданылатын әңгіме, өткен материалды жаңамен байланыстыру, өткенді қайталау, оны тексеру және бағалау үшін қолданылатын әңгіме. Әңгімелесу бұл дидактикалық әдістің ең ескі түрі. Оны Сократ шебер түрде қолданған. Сондықтан да әңгімелесу әдісін Сократ әдісі деп атайды. Оқу материалының мазмұны, оқушылардың шығармашылық таным қызметтеріне қарай дидактикалық процестегі әңгімелесу әдісінің көптеген түрлері бар. Олар кіріспе мен сабақтың тұсаукесерін ұйымдастыратын әңгіме, жаңа білімді жинақтаушы, жүйелеуші және бекітуші әңгімелер арқылы оқушылардың іс-әрекетін жаңа түріне, жаңа білімді тануға дайын деңгей анықталады. Әңгімелесу әдісі оқушыны жаңа білім алуға белсене қатысып, оны білім алу әдістеріне, мұғалім қойған сұрақтарға өз бетімен жауап беруге үйретеді. Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 3-ші деңгей бағдарламасында әңгімелесу диалог арқылы оқытудың маңызы мен сұрақ қою техникасына қатысты мұғалімдердің ой-пайым мен ұғым түсініктерін өрістету ойластырылған. Әңгімелесу барысында мұғалім оқушылардың білім мен тәжірибесіне сүйеніп, олардың жаңа білімді түсінуін, қорытынды жасауын жеңілдетеді. Бірлескен іс-әрекет арқылы оқушылар өздері еңбектеніп, ойланып, жаңа білім алады. Білімді жинақтайтын, бекітетін әңгіме оқушылардан теориялық білімдерін, оны қолдану тәсілдерін жүйелеуге бағыттаған. Оқушы өз білімін жаңа оқу және ғылыми мәселелерді шешуге қолданады. Барнс, сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың оқуына соншалықты әсер етеді. Мұғалімді селсоқ тыңдағанда ғана емес, вербалды құралдарды қолдану нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асырады деп көрсетеді. Оқыту барысында әңгімелесудің атқаратын рөлінің маңыздылығын көрсететін дәлелдер жеткілікті. Яғни әңгімелесу әдісінің артықшылықтары. Оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын айтуға үнемі қатысу арқылы оқу танымдылық қызметін белсендіруі, басқа оқушылардың түрлі идеяларын үйрену арқылы оқушылардың өз білім мен идеяларын бағалай алуы, құрдастарының пікірін құрметтеуге үйрету. Мұғалім үшін жақсы диагностикалық құрал әрі оқушының білімі мен пайымын байқауға болады. Құрдастары мен мұғаліммен қарым-қатынасқа түсуді үйрететін үлкен тәрбиелік күші бар. Ес пен тілді дамытады, сабаққа қызығушылығы артады және барлық оқушыны сабаққа тартудағы тиімді әдіс. Әңгімелесудің кемшілігі уақыттың көп кетуі, оқушы дұрыс жауап бермеуі мүмкін. Оны басқа оқушылар естіп, есінде сақтап қалады. Оқулықпен және кітаппен жұмыс істеу әдісі оқушылардың жаңа білімдерді қабылдау, сыныпта алған білімдерін бекіту, біліктілік пен дағды қалыптастыруда тиімді әдіс болып табылады. Дәріс бұл нақты, түсінікті және оқытушының шеберлігі қажет болады. Қазірде ең жиі қолданылатын, әсіресе жоғары оқу орындарында бұрыннан да қолданылып жүрген әдіс бұл дәріс. Оқулықпен және кітаппен жұмыс істеу әдісі туралы. Яғни оқушылардың жаңа білімдерді қабылдау, сыныпта алған білімдерін бекіту, біліктілік пен дағды қалыптастыруда тиімді әдіс болып табылады. Кітаппен жұмыс істеу оқушы үшін оқытуда күрделі тәсіл болып табылады. Қазіргі мектеп тәжірибесіне жүгінсек, көптеген жағдайда оны бітірушілер арасында кітапты оқи немесе нәтижелі қолдана білмейтіндер де кездеседі.
Көркем шығарманы талдамас бұрын оны дауыстап оқып, дауыстап жеткізу керек. Сонда ғана шығарма балаға барынша әсер етеді, дейді Мария Рыбникова. Келесі бір жақсы және өте жиі қолданылып жүрген әдістің бірі бұл талдау. Яғни бұл көркем шығарманы тексергенде қолданылатын тәсіл. Талдау дегеніміз бұл жеке қасиет ерекшеліктерді арнайы қарастырып, танып білу арқылы бүтінді айқын сезінуге себін тигізетін, соған қызмет ететін тәсіл. Қазіргі әдістемеде талдаудың 4 түрі бар. Образ бойынша, тақырыптық, тұтас және автор ізімен. Қандай талдау түрі болса да, не мақсат көзделеді? Бұл сұраққа әдіскер Қанипа Бітібаеваның сөзінен кейін жауап берсек. Яғни, оқушының туындыны қабылдауы, әсері, эмоциясын тануы, эстетикалық талғамын қалыптастыруға сеп болу, таным қабілеті, ойлау белсенділігі мен дербестігін ұштау, ең бастысы көркем туынды бойынша талдау жасау, пікір айту жолдарын меңгерту. Көркем мәтінді талдау жолдары: шолу бағытындағы талдау, сұрыптап талдау және проблемалық талдау. Көркем туындыны оқытып, сауатты талдауға қол жеткізу үшін автордың мақсат мұратын, ойын білдіретін әрбір деталь, көркемдік тәсілді дәл танып, жазушы шеберлігін оқушыға таныта білу керек. Оқушының танымдық шығармашылық қабілетін, ойлау белсенділігін дамытатын, өз жоба жорамалын ұсыну, салыстыру негізінде дұрыс шешім табуға жетелейтін әдістің бірі бұл проблемалық талдау. Ол көркем туынды негізіндегі проблеманы дәл танып, ізденіске, әдеби айтыс-тартысқа жетелейтін сұрақтар әзірлеуді қажет етеді. Сұрақ авторлық идея, проблема, кейіпкер іс-әрекеті тағы басқалар негізінде туындайды. Яғни автор, мінекей, автордың ойын білдіретін әрбір деталь, көркемдік тәсіл, жазушы шеберлігі және оның мақсат мұраты. Тарихи және көркем шындықты негізге ала талдау. Мұнда мұғалім тарихы рең ғана болатынын, жазушы кейіпкер бейнесін жасауда өмір шындығын қалай пайдаланғанын назарда ұстау керек. Шәкәрім Құдайбердіұлы менен Мағауия Абайұлының Еңлік кебек дастандарын, кейін Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасын оқытуда мұғалім 3 туындының арқауы махаббат трагедиясына, 3 суретке де замана сипаты, ел ішіндегі әлеуметтік жағдайға сәйкес қарағанына мән береді. Оқушыны мына сұрақтар төңірегінде іздендіруге болады. Трагедиялық оқиғаның тууына қандай қоғамдық әлеуметтік жағдайлар себеп болды? Неге Шәкәрім Ақтабан шұбырынды оқиғасын өз сөзіне астар етіп алған? Ғашықтар трагедиясына кім не кінәлі? Бұған өзің қалай қарайсың? Осыған орай оқушы толғанысының үзігі. Шәкәрім ғашықтар қазасын бір ру жеке адамның мойнына қоймайды. Қатыгездік көптің тарапынан жасалған, сондықтан кінә жеке адамда емес, тұтас қоғамда. Кеңгірбай би де жастарға ара түсе алмай заман мен жағдайға бас иген. Ақтабан шұбырынды сөзіне астар етудегі мақсаты трагедияға себеп болған қоғамдық әлеуметтік жағдайларды анықтау, оқиғаның өмірлік мәнін көрсету. Шынында қараңғылық пен ескі салт сана дәуірлеп тұрған заманда ғашықтар тағдырының қайғылы аяқталуы қисынды деп ойлаймын. Осылайша оқу талдаудың ұтымды жағы мынада. Бірінші, ақиқатқа жету, проблеманы шешу үшін ізденеді.